Саламатсыздар ма? Бүгін Y модуль X функциясының графигін көрсеткім келіп тұр. Байқасаңыздар, модуль X функциясының графигі бұрыш тәріздес болады, санақпастан өтеді. Яғни V тәріздес болады деп айтсам болады, ағылшынша. Енді ары қарай осы берілген графикті түрлендірейік. X минус 1 модульдің ішінде болса, біз оны X өсінде қарама қарсы таңбаға жылжытады екенбіз. Яғни плюс 1-ді аламыз мұнда. X өсіне плюс 1-ді аламыз. Яғни модуль графигінің төбесі плюс 1 болып қалады екен. Көрдіңіздер ме? Несін өзгертпейді, ары бері жылжымайды екен. Ал енді мынадай түрі болса ше. Жақшаның ішінде тұрса, яғни модульдің ішінде тұрса, тек X өсінде қарама қарсы таңбаға жылжытамыз. Ал жақшаның ішінде емес сыртында тұрса, онда біз Y өсінде жылжытамыз. Яғни Y өсіне қандай бірді ал деп тұрмаған, минус 1-ді ал деп тұр. Яғни Y өсіне минус 1 бірлікке төмен түседі деген сөз. Келесі, былай болса ше. Әрі модульдің ішінде, әрі модульдің сыртында болса деді ше. Онда берілген графиктің төбесі екеуінен де қиылысқан жер болады екен. Яғни бірінші X өсінен алып аламыз. X өсінен плюс 1-ді аламыз. Y өсінен де плюс 2-ні алады екенбіз. Плюс 2 мен плюс 1. Көрдіңіздер ме? Мына екеуін қиылыстырған жері берілген графиктің төбесіне апарып, төбесін сол жерге апарып қоямыз. Ал енді келесі өткен видеода байқасаңыздар, мен алдында тұрған коэффициент туралы айтқан болатын. 3x плюс 1 модульдің ішінде екен, X плюс 1 модульдің ішінде болса, біз оны қарама қарсы таңбада аламыз дедік, онда минус 1-ді аламыз. Минус 1-ді аламыз, яғни графигіміздің төбесі. Төбесі деген сөз мына жер ғой, мына жер. Мына жерде X графиктің төбесі, модульді X графиктің төбесі. Осы жерге апарып қоямыз. Және осы не істейміз? Шеше, не істей түсеміз? Сыға түсеміз. Болды.